қайырлы күн достар. Қазір және осында бұрын сонда болмаған ерекше формат онлайн студенттер қатарының қабылдау рәсіміне қош келдіңіздер. Добрый день, дорогие зрители Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. В этот прекрасный осенний день мы рады приветствовать вас на онлайн-посвящении в ряды студентов. Сегодня вы станете частью большой и дружной семьи Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. Құрметті көрермендер, студенттік қатарына қабылдау рәсімін ашу үшін құттықтау сөзін Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің ректоры, саяси ғылымдар докторы, профессор Құрманбаева Шырын Асылханқызына береміз. Құрметті бірінші курс студенттері, сіздерді Казгю студенттеріне қабылдау күнімен құттықтаймын. Осы 22 жылдық тарихымызда тұңғыш рет онлайн форматта өтіп отыр. Біздің қабылдау күні бірінші курс. Әрине, бұл бүкіл әлемде қалыптасқан қазіргі жағдайға байланысты екенін барлығыңызда түсініп отырсыздар. Әзірше осылай виртуалды сіздермен кездесеміз. Бұның бәрі уақытша. Алда әлі талай үлкен залдарда, салтанатты бас қосуда бәріміз бірге болатынымызға мен сенім артамын, сенемін. Биылғы оқу жылына қабылданған 2000-ға жуық студентіміз зор шыдамдылық, асқан жауапкершілік сіздерге тілейтінім сол. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті студенттері қатарына қош келдіңіздер дегім келеді. Біздің университетті таңдаудан сіздер қателескен жоқсыздар. 4 жыл бойы сіздерге сапалы білім беретін профессор, оқытушыларымыздың деңгейі өте жоғары. Бүгінгі студент еліміздің ертеңгі келбеті деп айтқым келеді. Сондықтан да білім алушыларды жоғарғы кәсіби білікті маман етіп даярлауда инновациялық оқу технологияларын енгізуге, инфрақұрылымды жетілдіруге инвестицияны біз аямаймыз. Қазіргі күнде 7 оқу ғимараты бар. Әскери кафедрада Қазақ Республикасы қарулы күштеріне запастағы офицерлерді 5 мамандық бойынша даярлаймыз. Кафедраға қыз балалар да қабылданады. Бітіргеннен запастағы лейтенант, бастапқы әскери атағы тағайындалады сіздерге. Бұл біздің университетіміздің басқа оқу орындарынан басқа артықшылығымыздың біреуі. Қазіргі кезеңде оқу процесі Zoom платформасында қашықтықтан өткізілуде. Оған сіздер белгілі бір дәрежеде дағдыланып, үйреніп те қалдыңыздар. 3 факультетте де академиялық сапаға өте жоғары мән беріледі. Үздіксіз даму, бәсекеге қабілетті болу, міне біздің Казгюдің студенттің кредосы деп айтқым келеді. Болашақ мамандардың ұлттық және жалпы адамзаттық рухани құндылықтарына нәр болуына баса назар біз аударамыз. Оның бір дәлелі Польша, Болгария, Түркия, тағы да басқа мемлекеттердегі әріптес оқу орындарында академиялық семестрлар және оқу жылы ұйымдастырылады. Дәл қазіргі мезетте Польша мемлекетінің қаржы және басқару мектебінен бірлескен 2 дипломдық оқу бағдарламасы бар. Оған өтініште қабылданды. Қапы қалмаңыздар, 4 жылда Польшаның және Қазақстандық 2 дипломның иегері болу мүмкіндігі сіздерге түсіп тұр. Ол үшін басты талап ағылшын тілін білу. Ал университет жанындағы ағылшын және түрік тілдерін оқытып үйрететін орталық бізде әрдайым ашық. Орталықпен хабарласып, оқу кестесін білулеріңізге болады. Ағылшын тілін оқу, түрік тілін білу, осы алдыға қойған біздің мақсатымыз. Студенттердің шығармашылық тұрғыдан дамуына ықпал ететін коворкинг зоналар барлық факультет ғимараттарында орналасқан. Кәсіпкерлікке баулитын стартап жобалары, сондай-ақ түрлі спорт секциялары сіздерге қызмет етеді. Қазір бізге қарап отыр, таңдап келген жастар, тыңдап отырсаңыздар, мен сіздердің барлықтарыңызға бірінші курс студенттері, алдағы жастар, сіздердің бәрлеріңізге үлкен табыс деймін. Жақсы күнде кездесейік, аманшылықпен кездесейік, сіздерге жүздескенше күн жақсы дегім келеді. Сәттілік тілеймін. Уважаемые первокурсники, поздравляю вас с зачислением в ряды студентов Казгю. Сейчас наша аудитория пустует, но у вас есть возможность общения в онлайн-формате. Хочу выразить свою благодарность за выбор нашего университета. Казгю – это образовательный, научный, культурный центр.
у которого есть свои славные традиции. Здесь созданы все условия для того, чтобы вы могли стать конкурентоспособными специалистами. Еще раз хочу поздравить вас. Вы сделали правильный выбор, выбор вуза. В первую очередь определяющую судьбу, точку вы успешно прошли. Желаю вам счастливой, интересной и радостной студенческой жизни. Я хочу сказать, я вас очень люблю, дорогие мои студенты. До встречи. Спасибо. Жәке, ойлашы ана бірінші курс студенттер бар ғой, солардан да кабинет шатастыру, өздерінің кураторларын танымай, факультеттерін шатастыру басталды дейсің ғой. Жоқ, оларда онлайн емес па? Бірақ сонда да онлайн бар ғой, сонда Zoom ішінде өздері ссылкаларын таба алмай, кураторларын танымай басталды ғой по-любому. Біле білсеңіздер, биыл университетімізге 2000-нан астам студенттер қабылданды. Олардың ішінде мемлекеттік грант, әкім гранты, ректор гранты және де серпін бағдарламасының иегерлері бар. Және де Тәжікстан, Моңғолия, Өзбекстан сынды ТМД елдерінің жандары университетіміздің студенттері атанып білім алды. Также в университете хорошо развиты международные отношения. Ежегодно наши студенты в рамках программы академической мобильности проходят обучение в ведущих вузах Европы и Азии, таких как США, Англия, Венгрия, Франция, Малайзия, Китай. Также молодежные организации принимают активное участие в республиканских и зарубежных проектах. Стоит отметить, что в 2017 году организация Enactus приняла участие в проекте Enactus World Cup в Лондоне, заняв 3-е место, подняла престиж нашего вуза и страны. А теперь давайте знакомиться с ректоратом нашего университета. Руководитель аппарата ректора Курманбаева Жанна Асухановна. Проректор по учебно-методической работе Жарыкбасова Клара Сауковна. Проректор по правовым вопросам и антикоррупционной политике Матаева Магуль Хафизовна. Проректор по стратегическому развитию и науке Кайшатаева Асель Куандыковна. Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Базенов Айрат Базенович. Проректор по международному сотрудничеству Шустова Елена Павловна. Ендеше Мират, Абай саябағынан тікелей репортажбен университетіміздің проректорлары. Айрат Базенова. Рахмет, Мират. Университет толыққанды адамды қалыптастыруға барлық жағдай жасауда. Абай атамыздың айтқанындай, толыққанды адам қандай болу керек? Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Тек қана ақылды адам бұл өркениетті алдыға жүргізуші адам емес. Ақыл адамды алдауы да мүмкін. Ақыл небір зұлымдықтардың бастауы да болуы мүмкін. Сол секілді қайратты адам көп нәрсені ашуы мүмкін, көп нәрсеніге қол жеткізуі мүмкін, қайратымен биіктерді алуы мүмкін. Бірақ қайратты адамның да қайраты егерде жүрекке бағынбаса, ол белгілі бір зұлымдықтардың бастауы болуы мүмкін. Абай атамыздың айтқанындай, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Тек ақыл мен қайрат жүрекке бағынғанда ғана біз толыққанды адамды иеленеміз. Университетіміз толыққанды ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстаған болашақтың мамандарын даярлауда. Және біздің университетті таңдап, университетімізге түскен барлық студенттер Абай атамыздың, Хакім атамыздың өсиеті мен өнегесіне берік болатынына сенімдімін. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын, кімде кім
ішінен керекті сөз тауып жазып алсын, я оқысын деп. Мен бар асыл ойымды жастарға, келер ұрпаққа арнадым. Мен халқымның үлкені мен кішісіне, ұлы мен қызына, әкесі мен баласына, еңбек пен адамгершілік, өнер мен білім, өнеге мен тәлім, достық, жолдастық, парыз бен қарыз сияқты қасиеттердің асыл үлгілерін жырларыммен жеткізіп, мақсатым халқына адал қызмет ететін нағыз азамат, толық адам етіп тәрбиелеуді мақсат тұттым. Болмасын кекшіл, болса іші көпшіл. Жан аямай кәсіп қыл, орынсыз ыржан, болымсыз қылыжан, болама дәулет нәсіп бол. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Егіннің ебін, сауданың тегін, үйрені бойлап мал ізде. Адам бол, байтап, адалы бол, мал тап. Қуансаң қуан сол кезде, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Когда умру, не стану ли я землей? Язык мой дерзкий, девушкой немой, бездушным льдом пылающее сердце, что за любовь боролась жизнью злой. Не станет ли последним этот год? Ведь рано или поздно, а мой час пробьет. И станешь ли судить меня, потомок, за каждый мой нечаянный просчет? Суди, между нами немоты стена. Суди, но помни, пусть страшна вина. За грех один карать не нужно дважды, а я, живой, за все платил сполна. Души измученной постигни суть. Тяжелым и тернистым был мой путь. Я человек с загадкой, помни это. Боролся с тьмой, как мог, не обессудь. Задирою в земной явившись дол, порой хитрил я был, порою зол. Прозрел с годами, сделался разумней, но так до совершенства не дошел. Мешали мне, никто мне не помог. Свободы я не знал, спаси вас, Бог, от этой доли. Пожалей, потомок, того, кто скорбен был и одинок. Мое довольство, призрачно оно, как горько мне, что мало свершено. Но каяться в стихах не стоит боли, стихам хранить секреты не дано. Университетіміздің негізгі 3 факультеті бар. Әр факультеттің студентке берер білімі мол. Ендеше факультеттермен танысуды бастайық. Неме істептісің? Білмеймін, TikTok'та шықты ғой. Олай емес. Сіздердің алдарыңызда Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің заң факультеті. Факультетіміз қала бойынша ғана емес, республика бойынша да мықты заң мамандарын дайындайды. Құрметті көрермендер, алдарыңызда заң факультетінің деканы Қаражанов Малик Дулатұлы. Армысыздар, құрметті бірінші курс студенттері. Сіздер дұрыс таңдау жасадыңыздар. Құқық мамандығын таңдап, біздің заң факультетінің осы аймақта нөмір 1 екенін білетін болыңыздар. Дәрістерді сіздерге атақты профессорлық оқытушылық құрам береді. Әскери кафедрада оқу мүмкіндіктеріңіз бар. Факультет
материалдық заманауи жағынан озық техникамен қамтамасыз етілген арнайы кабинеттер, зертханалар бар. Сондай-ақ сіздер оқу процесінде республикалық, халықаралық конференцияларға қатысып, конкурстарға қатысып, президенттік стипендия иегері бола аласыздар. Ұлы Абай атамыз айтқандай, дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Құрметті бірінші курс студенттері, сіздерді студент болуларыңызбен құттықтаймын. Сіздерге үздік оқу және жоғары нәтижелер алуға тілектеспін. Сәт сапар сіздерге. Уважаемые первокурсники, поздравляю вас с посвящением в студенты. Желаю высоких творческих успехов, отличной учебы. Как сказал великий Абай, затушишь искру души, богатство, счастье, покой. Познав науку найдешь, иди на свет их благой. В добрый путь, уважаемые первокурсники. Ал бұрынғы кезде жаңағы фото үлкейткіш, жаңа моделінің 110 деп аталады. Бұрынғы кезде осы фотоға түсіріліп пленкаларды үйде құрылғылары. Криминалисттер пайдаланатын фотоаппараттар. Олай болса, белсенді студенттарымыздың өнерін бірге тамашалайық. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena. Hey Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey Macarena. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Hey, lean with it, dab with it, hit don't fall now, stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dab with it, hit don't fall now, stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dab with it, hit don't fall now, stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dab with it, hit don't fall now, stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. Step to the right now, step to the left. Slide to the right now, slide to the left. Go grab your friend.
Құрметті қазақстандықтар, сіздердің алдарыңызда ақпараттық технологиялар және де экономика факультеті. Факультетіміз қазіргі заманымыздың еліміздегі ең көп сұранысқа ие мамандарын даярлайды. Ендеше құттықтау сөзімен факультетіміздің деканы Карибжанова Ардақ Жұмагазинаға береміз. Жәке, маңғарай, жәкеге атлат, жәке түспей атлат, жәке қара. Қайырлы күн, құрметті жастар. Сіздерді студент атағын алып, өмірлеріңіздің жаңа кезегін бастауларыңызбен құттықтаймын. Сіздер дұрыс таңдау жасадыңыздар. Біздің ақпараттық технологиялар және экономика факультетінде студенттерге сапалы білім алу үшін, жақсы кәсіби білікті маман болып шығу үшін бәр жағдайлар жасаған. Біздің факультетте робототехника кабинеті, арнайы мамандандырылған кабинеттер және биотехнология, электроэнергетика, компьютерлік ғылымдар, барлық салада жақсы зертханалар бар. Сонымен қатар біздің факультетте дене шынықтыру және алғашқы әскери дайындық пәндерінің мұғалімдерін даярлаймыз. Осы мамандықтар бойынша да біздің университетте жақсы материалды база бар. Ол арнайы спорт кешені, ол арнайы әскери кафедрасы және де жақсы осы Қазақстанға атағы әйгілі әлем чемпиондарын дайындайтын біздің бапкерлер. Добрый день, уважаемые студенты! Мы рады приветствовать вас в стенах нашего университета. Поздравляю вас с началом нового этапа в вашей жизни. Вы сделали правильный выбор. На нашем факультете информационных технологий и экономики созданы все условия для получения качественного образования студентам и становления вас как высококвалифицированных специалистов. У нас имеются кабинет робототехники, специализированные кабинеты по различным отраслям, также новейшие инновационные исследовательские лаборатории по техническим и естественным наукам. Мы рады, что вы сделали правильный выбор.
Про студентов я расскажу. Почти каждый день они сидят в казгю. Очень мало спят, но глаза горят. И зато по силу сделать все, что захотят. Творчеством они окружены в казгю. Там поют, рисуют и танцуют румбу. Много новых знакомых в Совете очень легко. И каждый салютует, улыбаясь широко. Снова мы дождались, время остановить. Будет замечательно, привлекательно, зажигательно, примечательно, восхитительно и блистательно. Воу-воу-воу, yeah. Казгю, казгю, шақырады сізді казгю. Бізбен бірге биік белестерді бағындық. Казгю, казгю, шақырады сізді казгю. Бізбен бірге биік белестерді бағындық. Me, I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Құрметті көрермендер, алдарыңызда Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің гуманитарлық факультеті. Ұстаздық еткен жалғықпас үйретуге балаға демекші, талай ұстаздарымыз осы факультетті түлеп ұшқан. Үстіне не киіп алғансың? Мен деген дене шынықтыру мұғалімім ғой. Сіздердің алдарыңызда гуманитарлық факультеттің деканының орынбасары Азамат Азатұлы. Жігіттер, ғимаратқа спорттық киіммен кірген жараспас. О, ендеше факультетпен бірге танысайық. Құрметті бірінші курс студенттері, сіздер бүгін Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің бірінші курсына қабылданып отырсыздар. Сіздердің таңдауларыңыз дұрыс. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің гуманитарлық факультеті сіздердің толықтай білім алуларыңызға барынша күш жасайды. Гуманитарлық факультет сіздердің білікті маман болып шығуларыңыз үшін барлық жағдайларды жасап отыр. Біздің факультетте өте бай кітапхана орналасқан. Сонымен қатар студенттерге арналған лобби, коворкинг орталығы, арнайы түзету коррекциялық оқыту сыныптары ашылған. Жайлы да жақсы аудиториялар сіздерді күтуде. Болмас адами қарым-қатынас жарастырады. Коммуникатив очень өзен адамдар басқа адамдармен қарым-қатынаста болу үшін ойында қандай қасиеттер қаламыз? Мақсатымызды қалыпты деп айта аласыздар. Жалпы қарым-қатынастың бәрін қараңыз. And you are listening, you should make notes and then you
басты мақсат пайдалану не болды? Сіздер bunu қарастырдыңыз, иә? Сол мақсатта Кітап білім бұлағы демекші, Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің асыл қазынасы атанған бұл кітапхана көптеген жас студенттерге білім жолында тұлға ретінде қалыптасуға өзіндік септігін тигізуде. Олай болса, осы кітапхана қызметкері Нұргүл Мақсатқызына сөз кезегін береміз. Университет кітапханасының кітап қоры дәстүрлі және заманауи құжаттардан тұрады. Бұл кітап қоры оқулықтардан, ғылыми әдебиеттерден және де көркем әдебиеттерден, мерзімді баспалардан, аудиовизуалды және электронды құжаттардан тұрады. Кітапханамыз университетпен қатарлас 1998 жылы ашылған. Қазіргі күні кітапханамыздың қоры 700 мыңнан аса дана қазақша, орысша, ағылшынша кітаптар бар бізде. Бірнеше отделдар бар. Ол абонемент, оқу залы, ғылыми және медиатека залы, мерзімді баспасөз залы және де студенттер үйінде жатақханасында оқу залы бар. Құрметті бірінші курстың студенттері, қашықтықтан оқыту жүйесі аяқталғаннан кейін сіздерді біздің кітапханамызда тосамыз. Университетіміздің тағы бір айқын басымдылығы ол әскери кафедра. На 2020 год военная кафедра КазГИУ осуществляет набор девушек-слушателей по военным учетным специальностям, организация правовой работы, организация психологической работы, организация воспитательной и идеологической работы в сухопутных войсках. Кафедра арнайы әскери білім берумен шектелмей, курсанттарға запастағы лейтенант шенін алуға, арнайы мамандық игеруге мүмкіндік береді. Махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Елдіктің асқақ өлеңі, жан жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Жыл сайын университетіміздің жас студенттеріне аға буын, университет туын және білім кілтін табыстайды.
Для вручения флага и ключа знаний приглашаем отличившихся студентов первого курса нашего университета. Ашық тұрат, әркез есігі қарсы алады. Жылы сөздермен осындай универ бар ма? Ұлы қайсар, қызы мінезді мұғалімдер, үні әуезі көрдің бе сен осындай оқу орнын? Ректоры жайнаған, студентін аялаған, жайдары мінезі күн нұры аймалаған. Көп рахмет қамқоршым, әрқашан қолдағаны, алда талай жұмыс бар, тоқтамашы сен тек алға. Welcome to Казгию, бәрін шақырады. Welcome to Казгию, осында қызықтың бәрі. Welcome to Казгию, бәріне жар салады. Құшақ жайып бәрінді күлімдеп қарсы алады. Welcome to Казгию, бәрін шақырады. Welcome to Казгию, осында қызықтың бәрі. Welcome to Казгию, бәріне жар салады. Құшақ жайып бәрінді күлімдеп қарсы алады. Студентінің жанын сүйетін, әрқашанда қолдап жүретін, көрдің бе оқуды осындай? Орныменен ойнай көлетін, жайдары жас жайнай жүретін, көрдің бе сен мұндай универ бар ма? Ректоры жайнаған, студентін аялаған, жайдары мінезі күн нұры аймалаған. Көп рахмет қамқоршым, әрқашан қолдағаны, алда талай жұмыс бар, тоқтамашы сен тек алға. Welcome to Казгию, бәрін шақырады. Welcome to Казгию, осында қызықтың бәрі. Welcome to Казгию, бәріне жар салады. Құшақ жайып бәрінді күлімдеп қарсы алады. Welcome to Казгию, бәрін шақырады. Welcome to Казгию, осында қызықтың бәрі. Welcome to Казгию, бәріне жар салады. Құшақ жайып бәрінді күлімдеп қарсы алады. Бүгінгі студент қатарына қабылдау рәсімі өз мәресіне жетті. Студенттік өмір өзіндік қызығымен ерекшеленеді. Бұл кезең жастық шақтың ең бақытты сәттеріне толы. Дорогие первокурсники, вот наступил долгожданный период вашей жизни – студенчество. Впереди вас ожидает много ярких побед и радости студенческой жизни. Құрметті студенттік қатарға қабылданушылар, сіздерді Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің студенті атануларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Онлайн оқу жүйесі аяқталғаннан кейін сіздермен қауышуға асығудамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. I reach for higher on high, into the sky. I charge on in the sky. Higher on high. I reach for higher on high, into the sky. I charge on into the sky. Шығайын ба?